Қазір азық-түлік бағасы 10-15%-ға қымбаттады. Мұның бәріне инфляцияның рекордтық деңгейі кінәлі. Ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірмәтов осылай деді. Бұл туралы Экспресс-қа жазды. Украина мен Ресей қақтығысы әсерінен экспорт көлемі қысқарған. Сондықтан өсімдік майы 23,9%-ға, ал дәнді дақылдар 17,1%-ға қымбаттаған. Мұндай өсім тәуелсіз Қазақстан тарихында бұрын соңды болмаған. Премьер-министр бұл жағдайды ретке келтірудің жолы бар екенін айтты. Тек әкімдер мен мемлекеттік органдар дұрыс жұмыс істеуі керек. Мемлекет 2024 жылға дейін инфляцияны бақылау мен төмендету шараларын қолға алды. Белгілі актер Алмат Сақатов азық-түлік бағасын ретте алмаған әкімдер мен министрлерді жіберу керегін айтты. Мен балам немерем 2-де 10% өсіп жатыр. Ол 20-ға келгенде не болады сонда? Нан жей алмай кетемен сонда, Құдай сақтасын. Қазір газ бен жанармайдың қымбаттау әсерінен Еуропа мен ақш-та да азық-түлік бағасы 8%-ға қымбаттаған. Бірақ бәрібір біздегідей